Hello everyone. Бүгін мен сіздерге кез келген жерде сұхбатта болсын, жаңа ортада болсын, өзіңізді сенімді таныстырудың 5 оңай қадамын үйретемін. Бұл сабақта бірнеше patterns, яғни дайын үлгілерді көрсетемін. Олар туралы алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Сабақты көремін десеңіз, жоғарыда сілтемесін қалдырамын. Бірінші қадам greeting and introduction. Сәлемдесу және есім. Сәлемдескен кезде hello. Үлкен кісілерге, мұғалімге, таныс емес адамға айтылатын сәлем. Hi, достарға, жақын адамдарға айтылатын сәлем. Одан кейін есіміңізді айтқанда тек my name is деу міндетті емес, I'm Айгерім. Қысқа әрі табиғи естіледі. Егер есіміңіз қиын болса, you can call me Айко десеңіз болады. Бұл шетелдіктерге сізбен сөйлесуді жеңілдетеді. Егер қаласаңыз, жасыңызды да айта аласыз. Мысалы, I'm 30 years old. Немесе I'm 30. Екеуі де дұрыс. Екінші қадам location. Қайдансыз. I'm from дайын үлгісін қолданамыз. I'm from көбіне қай елден екеніңді, қай жердің адамы екеніңді, қай жақтан келгеніңді білдіреді. I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын. I live in Almaty. Мен Алматыда тұрамын. Бірақ қазір басқа қалада тұрсаңыз, I'm originally from Almaty, but now I live in Astana. Негізі мен Алматыданмын, бірақ қазір Астанада тұрамын. Бұл сөйлеміңізді байыта түседі. Үшінші қадам job or studies. Немен айналысасыз? I work as a teacher. Мен мұғалім болып жұмыс істеймін. I work as a doctor. Мен дәрігер болып жұмыс істеймін. Егер мамандық дауыстыдан басталса, онда N қолданамыз. Мысалы, I work as an engineer. Мен инженер болып жұмыс істеймін. I work as an accountant. Мен есепші болып жұмыс жасаймын. I'm a student. Егер университетте студент болсаңыз, I'm a student at. Мен пәленше университетте студентпін деп айтуға болады. Егер мектепте оқушы болсаңыз, I'm a student, немесе I study at school деп айтуға болады. Егер нақты компанияны айтқыңыз келсе, I work for деп қолдануға болады. Мысалы, I work for Happy Kids Language Center. I work for an online school. I work for Kaspi KZ. Төртінші қадам hobbies and interests. Хобби және қызығушылық. In my free time, I like етістік plus ing дайын үлгісін қолданамыз. Мысалы, in my free time, I like reading books. In my free time, I like learning English. Бос уақытымда мен кітап оқығанды ұнатамын. Бос уақытымда мен ағылшын үйренгенді ұнатамын. Келесі pattern I enjoy. Етістік plus ing. Бұл дайын үлгіде бір нәрсені жасауды қатты ұнататын болсаңыз, осы patternді қолдануға болады. Мысалы, I enjoy traveling. Мен саяхаттағанды қатты ұнатамын. I enjoy meeting new people. Жаңа адамдармен танысқанды ұнатамын. I enjoy helping others. Басқаларға көмектескенді ұнатамын. Келесі pattern I'm really into. Дайын үлгісі. Мысалы, I'm really into cooking. Мен тамақ пісіруге қатты қызығамын. I'm really into football. Мен футболға қатты қызығамын. I'm really into learning English. Мен ағылшын үйренуге қатты қызығамын. Бесінші қадам personality. Тұлғалық қасиет және мінез-құлық. Мысалы, I'm a positive person. Мен позитивті адаммын. I'm hardworking. Мен еңбекқормын. Деп өзіңіз туралы айтуға болады. Міне, осы 5 қадамды біріктірсеңіз, дайын таныстыру шығады. For example, Hi, I'm Aray. I'm from Kazakhstan and I live in Aktau. I work as an English teacher. In my free time, I like learning new things and reading books. I enjoy helping people learn English. I'm a positive and a hardworking person. That's all for today.
Thanks for watching. Like and follow for more English lessons. Bye bye.